ақын, жазушы, премьер-министр. Былайша айтқанда төрағаның қызметін атқарған Сәкен Сейфуллин 8 қырлы бір сырлы адам болған. Неге дейсіз ғой? Себебі Сәкен Сейфуллин төраға болса да ағартушылық қызметті қатар алып жүрген ол тұстасы десек те қате айтпағанымыз болар. Және біздің бүгінгі бейнематериалымыз дәл осы арнада арналмақ. Ендеше бірге тамашалайық. Арқаның әсем жерінде қазақтың көк туын тігуді армандаған Сәкен Сейфуллин оның ең басты негізін білім арқылы жеткізу керек екенін түсінген. Және біз бүгінгі тақырыпта Сәкен Сейфуллиннің ағартушылық қызметіне арнамақпыз. Ал енді мезетте біз Сәкен Сейфуллиннің ашқан мектептің 105 жылдығына орай осы музейді тамашалауға келдік. Ал кеттік. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанында туған қазақ әдебиетін салушы, ақын, жазушы. Үйгүнір, сен білесің бе? Сәкен Сейфуллин кейбір деректер бойынша орталық Қазақстанда ең алғаш болып мектеп ашқандардың бірі екен. Және сол мектеп осы мектептің орны болып есептеледі екен. Ендеше толығырақ келесі репортажда білетін боласыздар. Осы жерде ең алғаш болып Қазақстандағы Қарағанды облысындағы мектебін ашқан деген деректер де жоқ емес. Осы жерде 1917 жылы Сәкен Сейфуллин ұстаздық етті. Қарап тұрсаңыздар, монументте Ақтөбе деген жазу орналасқан. Бұл осы аймақтың ежелгі атауы болып есептеледі. Және де осы кезге Сәкен Сейфуллиннің зерттеушілері осы кезге келіп осы қоршауды орнатқан. Сәкен Сейфуллиннің 70 жылдық мерейтойына арналған медаль. Сәкен Сейфуллиннің соңғы аяқталған күндерін айтып берсеңіз. Ол туралы деректер әлі зерттеушілер өте көп жазған. Әрине Сәкен Сейфуллиннің соңғы күндері ешкімнің басына бермесін дейді. Ол қатыгез заман, сұрапыл кез. Ол кезде қандай да болсын, қайраткер болсын, адам деген темір емес қой. Сондықтан да бірақ сонда да Сәкен Сейфуллин өзінің қайраттылығын, халыққа деген, елге деген сүйіспеншілігін жоғалтпаған. Ол мүлдем бас тартпаған. Сәкен Сейфуллиннің мінез құлқы туралы айтатын болсақ, ол осында ұстаздық еткенде жаңағы оқушыларын керемет сыйлаған. Оқушыларын соңына ерте білген. Және беріліп тұрып жаңағы мұғалімдік мамандығына беріліп тұрып істеген. Оған өте бір шығармашылықпен қараған адам. Оны себебі Абайдың өлеңдерін, Пушкиннің өлеңдерін жатқа біліп, соның бәрін айтып, балаларға жеткізіп, орысша сабақ берген негізі. Бірақ қазақ болмысын, қазақ ұлттылық, ұлтжандылығын ешқашан ол шеттетпеген.
міне сондықтан да сәкен сейфуллиннің әрине ол өте сүйкімді адам болған. Осындағы айтушылар, осында болған оқушыларының деректері бойынша ол жан жақты адам болған, өте сүйкімді адам болған, көрікті адам болған. Ол жағы киінгені, жүріс тұрысы, сұлулығы, сән салтанаты, өзі былайша айтқанда керемет түзу ұстаған, бойын түзу ұстап осындай. Айтады ғой, Сәкен жағы қазақ қандай десе, міне Сәкенді көрсетіп айтуға болады. Міне осындай деп, ұялмай айтатындай деп жаңағы ақын айтты. Сол. Тар жолдағы кешу романы жайлы тағы да кішкене айтып кетсеңіз, ол шынымен де деректерге байланысты жазылған ба, қалай? Тар жолдағы кешу романы негізі жазушылар роман жазған кезде әрине көркейту үшін, әсерлі болу үшін романға көп қосады. Енді оларды оған кінәлауға болмайды, себебі әрине ол көрнекі болу керек. Бірақ Сәкен Сейфуллиннің Тар жолдағы кешу романы негізі таза деректерден құралған. Негізі оны эпопея дейді, бірақ өте дәл деректер. Айтылған күндері, кейіпкерлері болған, нағыз болған адамдар. Бұлайша біз білеміз, себебі кәдімгі уақиғаны суреттеу аса қызық болмайды. Бірақ Сәкен Сейфуллин осы соның өзінде кәдімгі жағы адамның кәдімгі болмысын әлемде суреттей білген. Сондағы жағы романың өте әсерлі болып шыққан. Тар жолдағы кешу романы негізі кезінде жағы кеңес одағылар жағы неткен ғой, оқуға болмайтын қылып жағы шеттеткен. Соның өзінде оларды, ол романды жағы бір-бірінің жастығының астына тығып оқығандар өте көп болды. Сыртқы мұқабасын алып тастап, әдейі білмейсің қандай екенін, бірақ оқушылар сондай болды. Тар жолдағы кешу романының алғашқы жолы міне осы мектеп туралы басталды. Мен учительский семинариясын бітірген соң Бұғылы, Нұра бойындағы Бұғылы жеріне мұғалім болып тағайындалдым деп мені басталды. Негізі Тар жолдағы кешу романның осы бір сөзі бізге біраз түрткі болды, себебі көп деректерде теріс ұғым қалыптаспаған. Сәкен Сейфуллин несін еңбек жолын мұғалім болып емес, санақты бастайды. Бірақ негізі ол мұғалім болған. Сондықтан біз сол мұғалім екенімізге бір жағынан мақтанатынымыз да сол себебі Сәкен Сейфуллин мұғалім болған. Мұражайымыз 2009 жылы Сәкен Сейфуллин 115 жылдығына қарсы ашылды. Бұл мұражайды ашуға республикалық Сәкен Сейфуллин мұражайының директоры ол кездегі Серік Оспанов, Серік ағамыз келді. Жаңағы мұражайдың ғылыми қызметкерлері келді. Мына жердегі экспозицияларға қарайтын болсақ, бірінші экспозицияда Сәкен Сейфуллин туған туысқандары, балалары, Аян, Лаура және Сәкен Сейфуллин бірге жолдастары, солардың отбасыларымен түскен суреттер. Екінші экспозицияға келетін болсақ, ол Сәкен Сейфуллиннің өмір жолы, кездескен кісілері, қызмет бабынғыштары. Жамбыл атамызбен кездескен, Сәбит Мұқановпен түскен суреті, жолдастарымен түскен суреті, демалыстағы түскен суреттері. Үшінші экспозицияда Сәкен Сейфуллиннің еңбек жолы және де жағы Қазақстан министр советінің төрағасы болып істеген кезде, Жас Қазақ газетінің Егемен Қазақстан газеті бұл, соның бас редакторы болып істеген кезде сондай қызметтегі суреттері. Үшінші экспозицияда қараса, ол жерде Сәкен Сейфуллиннің жағы, яғни Тар жолдағы кешудегі несі, және Дүйсенбі деген атпен он бітірместен қашып жүрген кездегі суреті бар. Және де Сәкен Сейфуллиннің жағы саяси тұтқынға түсіп, сол кездегі соңғы суреті 38 жылдық суреттері бар, көрініп тұр. Келесі экспозицияда мұражайдың, республикалық Сәкен Сейфуллин мұражайының көріністері, сондағы
жәдігерлерді көріп отырсыздар. Бұл жәдігерлерде Сәкен Сейфуллиннің Альбатрос поэмасының қолжазбасы, сағаты, жаңағы машинкасы, баспа машинкасы, костюмы да және сондай бір қалған заттар, Сәкен Сейфуллиннің қалған заттар. Негізі көп заттары конфискеленіп кеткен, сондықтан ол заттар бұл жерде енді Рымжан Сейфуллин ағамыздың сақтап қалған жаңағы жәдігерлер болып кетті. Кезінде осы мұражайға да Серік ағадан сұрағанбыз, бір кейін болса бір кішкентай затын беріңізші деп, ол кісі ойбай ондай жоқ қой, ондай жоқ ештеңе, бәрі солай кеткен деп. Келесі мына неде Тар жол тайғақ кешу романының кейіпкерлері. Бұл Тар жол тайғақ кешу романының кейіпкерлерінің ішінде мынау Әбубәкір деген кісі осы ауылдың тұрғыны болған. Бұл кісінің ұрпақтары да осында тұрады. Мына экспозицияда, келесі экспозицияда мына жерде ол Сәкен Сейфуллиннің тұтқындалып жазалану туралы нелер, деректер, бұл мұрағаттан алынған деректер, протоколдар, обысктың протоколдары, актілер және атылған туралы деректер, ауыр дүниелер бұл әрине. Сәлем де Көкшетаудың биігінде, бауырымда ойнақ салған киігінде. Ұсталып халық жауы болып кетіп барам, қайтып келіп оралам ба үйіріме. Халқыма қуатқан жоқ атпайым да, халқымды сатқаным жоқ сатпайым да. Қамалып халық жауы болып кетіп барам, білемін бұл сапардан қайтпайым да. Жауым деп халқым мені ойламасын, Сәкеннің кейінгі ұрпақ есіне алсын. Арманым сағым болып ұстатпады, шіркін-ай, бұны қайтып ұмытарсың. Дегендей, ер есімі ел есінде. Қазақтың көк туын тігуді армандаған Сәкен Сейфуллин осы мақсатқа білім жолында жеткенін біз барлығымыз да білеміз. Ендеше біз Сәкен Сейфуллиннің атын ешқашан да тарих беттерінен өшірмейміз.